Берен Көкйылдыз, түрік актрисасы, жасына қарамастан өзінің әсерлі ойынымен танымал. Ол кішкентай кезінен бастап көрермендердің жоғары бағасына ие болып, періштедей күлкісімен және ерекше актерлік шеберлігімен танылды. Оның ойыны жүрекке жетіп, кейіпкерлердің тағдырын ерекше жеткізе білді. Актрисаның жеке өміріне келсек, Берен Көкйылдыз 2009 жылы 29 қыркүйекте Стамбулда дүниеге келген. Ол отбасындағы жалғыз бала. Әкесі Еджер Көкйылдыз инженер гидротехникалық құрылымдар саласында жұмыс істейді, ал анасы Мине қоғаммен байланыс бөлімінде жұмыс атқарған. Осы кісі қызының актерлік дарынын кішкентайынан байқап, бар уақытын оның тәрбиесіне арнаған. Анасы оны түрлі түсірілімдерге апарып, әрдайым қолдау көрсетеді. Соған қарамастан, Берен кішкентайынан мектепті үздік оқыған. Береннің актерлік мансабы 6 жасында «Семья моего мужа» сериалында Пелин рөлін сомдаумен басталды. Одан кейін ол Түркияның комедиялық шоуына қатысып, ол жерде де біраз көрерменнің көзіне түседі. Ал оның өмірінде ең үлкен жетістігі «Моя мама», яғни Анне сериалындағы Мелек Акай рөлі болды. Бұл рөлі үшін ол көптеген беделді марапаттарға ие болған. Сондай-ақ ол «Моя дочь» сериалына, яғни «Қызым» сериалында Өйкү рөлін ойнап, өзінің актерлік шеберлігін тағы да дәлелдеді. Береннің фильмографиясында «Мед и сметана», «Бал, каймак» фильмі де бар. Онда ол Бадай есімді қызды сомдады. Сонымен қатар ол «Наша история», «Біздің хикая» сериалында Айше рөлін ойнады. Оның соңғы жұмыстарының бірі «Девушка из зеленой долины», «Ешіл Владилен кізі» сериалы, онда ол басты рөлді сомдаған. Берен Көкйылдыздың ерекше таланты мен еңбекқорлығы оның түрік кино және теледидар саласындағы жарқын болашағын қамтамасыз етеді. Ал сіз Беренді қай сериалдан танисыз? Комментарий бөліміне жазып кетіңіз. Келесіде қай актер туралы ақпарат берейін? Оны да жаза кетіңіз. Және арнаға тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз.